Мен Серикханова Ақбота Берекхановна. Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінде арнайы пәндер оқытушысымын. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтып кеткендей, 10 жылдан астам уақытымды білім алушыларымның бойына тың біліммен қатар адамгершілік қасиеттерді дарытып, шәкірт тәрбиелеу ісіне арнап келемін. Қазіргі заманға білім алушыларымның сұранысына сай, сабақтарымды әртүрлі әдіс тәсілдермен әрлеп, сапалы оқыту мақсатында саралап оқыту, дамыта оқыту, геймификация әдісі сияқты әртүрлі әдіс тәсілдерді жиі қолданамын. Баланы оқытудың мақсаты оны әрі қарай мұғалімнің көмегінсіз ақ дамуға қабілетті ету, деген екен Эдгард Хаббард. Бұл деген сөз мұғалім білім алушының бойындағы дарыны мен ерекше қабілетін көре біліп, оны дамыту бағытында жұмыс жасау қажет. Менің бұл қызметімді іске асыруға әртүрлі қызықты ойын элементтерін, кейстерді пайдалану, сабақтарда дискуссия туындайтын жағдай жасау, әр оқушыға өсу деңгейін көрсететін мониторинг жасап, шығармашылық ойлау мен ғылыми ізденісті қажет ететін қосымша тапсырмалар беру арқылы өткізетін сабақтарым мен сабақтан тыс жүргізіп жүрген семинар-тренингтер, шеберлік сыныптары, олимпиадалар, байқаулар өз жемісін беруде. Өз тәжірибемде дарынды және қабілетті, талантты балаларды іздеуге, оларды оқыту мен тәрбиелеуге көп көңіл бөлемін. Себебі дарынды және қабілетті адам қоғамға зор пайда тигізеді. Қазіргі қоғамға ол өте қажет. Дарынды балаларды анықтап қана қоймай, олардың өз дарындары мен қабілеттерін көрсетулеріне мүмкіндіктер мен жағдай жасауда менің айқын міндеттерімнің бірі деп есептеймін. Осы мақсатта бұл білім алушыларымды түрлі байқауларға қатыстырып, атап айтсам, мамандықтар әлемін ашамыз қалалық республикалық форумына, мен кәсіпкерімін атты республикалық грант турнирге, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларға, түрлі ғылыми жобаларға қатыстырып, менторлық жасап, ғылыми жетекшілікпен айналысамын. Әр білім алушыма көмек қолдауымды көрсетіп, бәйгеге баптаған жүйріктерге балап, мәреге жетіп, жүлде алғанша жанкүйер болатын ұстазбын. Мұғалім ізденісін тоқтатқан күні мұғалім болудан қалатыны бәрімізге мәлім. Сол себепті заман талабына сай, бәсекеге қабілетті оқытушы болу мақсатында өз білімімді үнемі жетілдіріп, жылына бірнеше рет біліктілікті көтеру курстары мен семинарларға қатысып, алған білімім мен тәжірибеммен педагогикалық және әдістемелік кеңестерде өз әріптестермен бөлісемін. Мұнымен шектелмей, биылғы жыл Алматы қаласы педагогикалық шеберлік мектебінің шығармашылық әлеует бағытының мүшесі болып, қалалық семинарларда оқытушыларға шеберлік сыныбын өткіздім. Сондай-ақ республикалық, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып, мақалаларым жарияланып, тәжірибемді көпке таратудамын. Сонымен қатар республика бойынша менеджмент мамандығынан ұлттық біліктілік тесттерінің құрастырушысы болдым. Қоғамда болып жатқан экономикалық өзгерістерге бей-жай қарамай, атамекен бизнес сияқты бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыста болып, бағдарламаларына шақырту алып, экономист ретінде өз пікірімді білдіремін. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады демекші, өзім жетекшілік ететін тобында шәкірттерімнің бойына патриоттық, адамгершілік, зияткерлік тәрбиені сіңіру мақсатында тәрбие сағаттар өткізіп, мейірімділікке баулып сабақтан тыс қайырымдылық шараларға, эстетикаға баулып өнер ордасы театрға, табиғатты айлауға, экофестке, кәсіпкерлік қабілеттерін дамыту мақсатында бизнес форумдар мен конференцияларға қатыстырып отырамын. Өзім басқаратын әлеуметтік экономикалық пәндер бірлестігінде педагогтер жұмысын жоспарлап, ұйымдастырып, жағымды психоэмоционалды климат құрып, тиімді жұмыс істеуге ынталандырып, жаңадан келген жас мамандарға тәлімгерлік жасаймын. Педагогикалық тәжірибемен бөлісіп, дұрыс бағыт-бағдар беріп, ақыл кеңесіммен бөлісемін. Колледждің қоғамдық өміріне де белсенді атсалысып, мерекелік іс-шараларда сахна төрінде өнер көрсетіп, ән салып, сахналық қойылымдар қойып, салауатты өмір салтын ұстанып, спорттық шараларда бой көрсетуге тырысып келемін. Мұғалімдік мамандық бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты шым-шытырғы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады.